Сызу пәнінің негіздері. Ең алдымен ол рамка болып саналады. Рамка дегеніміз ол сызба көрінісін шектейтін жиек. Үстінен, астынан және оң жақтан 5 мм, ал сол жағынан 2 см орын қалдыру керекпіз. Ыңғайлы болу үшін ең алдымен нүктелерді қойып, соларды қосуға болады. Осы бізде рамка болып саналады. Сол жақтан 2 см, қалған жақтарынан 5 мм орын қалдыру керекпіз. Бізде таблица бар. Ол таблицада біздің аты жөніміз жазылады. Негізгі өлшемдері 185 пен 55 мм. Барлық өлшемдер миллиметрмен беріледі. Екінші қағида бойынша біз композицияны өтетін боламыз. Композиция бізде орталық бар және орталық композиция және сызықтық композиция. Получается центральная композиция и линейная композиция. Біз бірінші өтетін композиция орталық композиция деп аталады. Ол үшін оң жақтан 21 см орын қалдырамыз. Ол орын бізге не үшін керек? Астыңғы жақта бізде изометрия болады. Нүктемен белгілеп аламыз. Содан кейін 11,5 см төмен түсетін боламыз. 11,5 және 21. 11,5 және 21. Үстінен 11,5 арақашықтық қалдыру керек. Бізде тігінен Z координатасы, сол жақтан X, оң жақтан Y координаталары болады. ZX-та бізде басты бет, астында үстіңгі жағы, жанында сол жақ көрінісі болады. Сызбаларымызды енді қалай қалдыратын боламыз, қалай сызатын боламыз. Біз 2 см арақашықтық сақтау керекпіз. Неге 2 см арақашықтық қалдырамыз? Осы 0 нүктесінен үстіне астына 2 см және жан жақтарына 2 см арақашықтық қалдыру керек. Неге? Себебі осы арақашықтықтарда бізде өлшемдер жазылатын болады. Өлшемдер бойынша әлі тақырып болады. Біз ГОСТы деген сабақты өтетін боламыз. Осындай квадрат шығу керек. Осы квадрат бізде композиция бойынша өлшемдер жазылатын болады.
X және Z бойынша бізде басты бет жанында сол жақтан және астында үстіңгі жағы тірі болатын болады. Біздің тапсырма алтыншы тапсырма бойынша бізде берілген пішіндер бар. Бұл олардың өлшемдері. Сол өлшем бойынша біз сызбаны сыза бастаймыз. Z және X осі бойынша бізде басты бет орналасады. Бұл үшін осы нүктеден арақашықтығы 2,2-ден бастап бізде 36, ені 36 өлшемді алып сызатын боламыз. 36. Үстіне 48 миллиметрге жоғары көтерілетін боламыз. Бұл біздің өлшемдеріміз. Бұл бізде басты бет, басты түрі болады. Және жанынан. Біз табатын түр ол үстінен болатын болады. Отыз екі. Үстіңгі жағы 48. Ары қарай өлшемдер бойынша дәл фигураларды қайталау керек болады.